бүгінгі тақырып бір ең көп қазір әйел кісілерде бір глобальный проблема болды. Бұл да глобальный проблема. Рак молочной железы. Көкіректе, емшекте болып жатқан безеулердің проблемасы. Соны көп адам білмей, уже 4-ші, 3-ші стадияда біле бастайды. Самом деле, оны Алла Тағала сөйтіп қойған, ауру болсақ бетімізге тізады. Қадамыңдай тізады, білдіреді. Сіздің көкірегіңізде серьезный проблема бар екен де, қазір көп әйел кісілердің бетінде бір дақ болады. Сол дақ именно көкіректе болып жатқан проблема көрсетеді. Ол дақ мынарада, көздің астына мынарада тұратын дақ, қара дақ болады көп адамда. Қара дақ оң жағында, сол жағында, например, сіздің оң жағыңызда болса, бұл оң көкіректі көрсетеді. Сол жақта болса, сол нені көрсетеді, омырауды көрсетеді, көкіректі көрсетеді. Именно осы жақта болып жатқан проблема көрсетеді. Мына дақтар соны көрсетеді. Именно сіздің көкірегіңізде қара дақтар, бұл сіздің көкірегіңізде кандида деген грибок бар екенін білдіреді. Сол кандида топланған кезде, көбейген кезде уже рак молочной железы пайда болады. Берде бір несі, соны байқасаңыздар, именно бұл көп адамдарда туылғандан кейін или аяқ ауру кезінде шығады, пайда болады. Сол көрсетіледі, именно сіз туылмастан алдында, например, сіздің аранызда қара дақ үлкейіп кетсе, ертең балаңыз босанған кейін, мынаяқта көкіректе ембейді. Өткенде бір келіншек келді, екі шетіне де қаратып. Сіздің кішкентайыңыз неше жасар десем, 7 жасар дейді. Сіздің последний кішкентайыңыз мына көкіректеріңізден сүт ішті ме десем, жоқ, ішкен жоқ дейді. Көрдіңіз бе, мына қара дақ соны көрсетеді. Мен 4 бала шағам бар, 4-еу де ішпеген дейді. Сүт ембеген дейді. Бұл именно қара дақ, ол көкірегінде кандида грибок бар. Кандида грибок болған кезде бала сүттің дәмі жаман болады, бала ішпейді. Олар ақылды, олар біледі не ішу керегенді. Біз ғой аузымызға бәрдеңе тыға береміз. Тәтті болса болды. Олар біледі не ішу керегенді. Бұл сол проблема көрсетеді. Основной бұл именно болып жатқан себебі обязательно яичниктермен связаны болады. Сізде действительно серьезный проблема болып жатқан болса, уже көкіректе, мынаяқта болса, дақ болса, именно мынарада да бір папиллома сияқты бірдеңе болады. Бұл демекші мынау именно яичникті көрсетеді. Яичникте проблема болған кезде мынарада қан айланып нашарласады көкіректе. Яичникте проблема болған. И сонда мынаяққа ол как бы белгі сияқты шығып жатыр. Диагностика сияқты шығып жатыр, соның бір белгісі. Сол проблемаларны оп-оңай шешуге болады, если ранний стадия, ерте стадия болса. Бізде көп адам уже 4-ші стадия өтіп қояды да, уже сосын хабарласа бастайды. Ол кезде қиындау болады, көп жұмыс істеу керек. Оны 10 күн деп 5-6 рет келу керек. Сол кезде проблема шешуге болады. Бізде бір рет келеді, ой, көмек бермеді дейді. Жоқ. Оны қайта-қайта келіп, ол проблема шешуге болады, иншалла. Міне, мынандай ең жақсы вариант, мынандай вибромассажер. Басы мынандай мягкий болады. Осыны Каспийден алсаңыз болады. Любой неден аласыз енді. Магазиндерде көп қазір. Осы арқалы мына көкірекке, например, сол жақта неңіз болатын болса, дағыңыз болса, мынау қосып қоясыз дағы, мына көкіректе былай массаж жасайсыз. Бұнда массаж жасап жатқан кезде обязательно бас жағына бір салфетка қойып қойыңыз. Ішінен сары су шығады. Сол сары суды шығарып тастау керек. Күні өстіп өстіп. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші күні бұл ауыртады. Бара-бара ауырған кетеді. Ауырған кетті деген сөз, бұл проблема шешілді деген сөз иншалла. Түсінікті ма? Алла шипа берсін бәріңізге. Кімді асқынып кеткен болса, кімді серьезный проблема болса, қазірден кеп, сол болып жатқан себебін тоқтатуға біз көмек береміз иншалла. 11 күндік емге келсеңіздер. Алла шипаларыңызды берсін, ем болсын иншалла, ауырмаңыздар. Ассаламу алейкум.